Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы көше кең. Тема сегодняшнего урока – улица широкая. Бүгінгі сабақта жаңа сөздермен танысасың, тыңдалған материал бойынша сұрақтарға жауап бересің. Сегодня мы на уроке познакомимся с новыми словами и будем работать по прочитанному материалу. Будем отвечать на вопросы. Енді бүгінгі сабақтың жаңа сөздері: көше, улица, кең, широкий, тар, узкий, жаяу жол, тротуар, бағдаршам, светофор, жол, дорога. Балалар, қайталаймыз. Повторяем за мной. Көше, кең, тар, жаяу жол, бағдаршам, жол. Көше кең, улица широкая. Тар, жаяу жол, узкий тротуар. Жолда бағдаршам бар. На дороге есть светофор. Жақсы. Балалар, жаңа сөздерді сөздік дәптерге жазып алыңыздар. Ребята, запишите новые слова в словарь и запомните, выучите их. Ал енді, балалар, сұрақтарға жауап беріп көрейік. Қандай? Қандай көше? Тар көше, таза көше, кең көше, әдемі көше, тар көше, тар, узкая улица, кең көше, широкая улица. Запоминаем слова: тар, кең, тар, узкий, кең, широкий. Енді келесі сұраққа жауап берейік. Сен қай көшеде тұрасың? Ты по какой улице живешь? Мен Абай көшесінде тұрамын. Я живу по улице Абая. Ребята, вместо слова Абай вы можете подставить название своей улицы. Например, мен Мамай Батыр көшесінде тұрамын. Мен Дулатов көшесінде тұрамын. Жақсы, балалар. Тыңдалым. Мәтінді тыңда, қайтала оқы. Мынау біздің көше. Это наша улица. Менің досым осы көшеде тұрады. Мой друг живет на этой улице. Көшеде ағаш өсіп тұр. Растут деревья. Біздің көше кең. Көшеде мектеп бар. Мектепке досыммен барамын. В школу я хожу с другом. Мектептің жанында жаяу жол бар. Около школы есть тротуар. Жаяу жол тар. Тротуар узкий. Жақсы, балалар, енді сұрақтарға жауап беріп көрейік. Мынау не? Иә, балалар, бұл біздің көше. Сенің досың қайда тұрады? Менің досым осы көшеде тұрады. Көшеде нелер өсіп тұр? Балалар, қараңдаршы, нелер өсіп тұр? Иә, көшеде ағаштар өсіп тұр. Көше қандай? Қандай көше? Көше кең. Көшеде не бар? Көшеде мектеп бар. Мектептің жанында не бар? Жанында не бар? Что есть около школы? Мектептің жанында жаяу жол бар. Есть тротуар. Жаяу жол қандай? Қандай? Тар. Жаяу жол тар. Тротуар узкий. Жақсы, балалар. Айтылым.
Сұраққа жауап бер. Мынау қандай көше? Мынау қандай көше? Салыстырып көрейік, е? Давайте сравним. Мынау қандай көше? Мынау кең көше. Мынау тар көше. Мынау қандай жаяу жол? Мынау тар жаяу жол. Мынау кең жаяу жол. Тар, кең. Жақсы, балалар, келесі тапсырмаға көшейік. Екінші тапсырма, 132-ші бет. Менің көшем кең. Менің көшемде гүл бар. Ағаш жоқ. Көшеде мектеп бар. Бағдар шам бар. Мектептің жанында жаяу жол бар. Жаяу жол тар. Балалар, бұл Анелдің көшесі. Анелдің көшесі тар. Оның көшесінде ағаш бар. Гүл жоқ. Оның көшесінде дүкен бар. Бағдар шам бар. Дүкеннің жанында жаяу жол бар. Жаяу жол кең. Это моя улица, это улица Анель. Жақсы, балалар, келесі тапсырмаға көшейік. Айтылым. Диалогты толықтырып айт. Сен қайда тұрасың? Ты где живешь? Сен қай көшеде тұрасың? Сенің көшең қандай? Сенің көшеңде не бар? Это задание, ребята, вы мне отправляете голосовым сообщением. Балалар, дәптерлеріңізді ашыңыздар, бүгінгі күнді жазыңыздар. Сабақтың тақырыбы кең көше, 4-ші тапсырма. Суреттерге қарап, үлгі бойынша сөйлем құрап жаз. Вам нужно, ребята, составить предложение по образцу, используя картины. Мынау жаяу жол. Жаяу жол қандай? Мынау көше. Көше қандай? Көшеде не бар? Жақсы, балалар. Кері байланыс. Түсіндім. Сұрағым бар. Түсінген жоқпын. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.